Саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздерге мен пагон құрақтың оңай тігілу жолын көрсетейін деп отырмын. Бұдан бұрында бірнеше рет пагон құрақ тіккен болатымын. Міне мынандай табандық алдым. Ені 7,5, ұзындығы 1 метр. Осындай табандық дайындап алдым алдымен. Бұл табандыққа пагон құрақты тігетін боламын қазір. Мені пагон құрақтымда ұқсап мен тігіп алдым. Кейін 15 сантиметрден ұзындығын кесіп дайындап ала саламын. Осындай дайын құрақтан. Бұл әрі мықты болады екен. Мені қазір ені 7,5, ұзындығы 1 метр. Осындай нелер дайындап алдым. Және ленталарымды ен 2,5 сантиметрден дайындадым. Алдымен қызыл түседі. Соның түгін төмен қаратып, қызылды қойып аламын қазір. Бірінші қызыл тігілетін болғандықтан қызылды астына қойып аламын. Түгін төмен қарап тұрғанын байқаймыз. Сосын екінші көк түседі. Соның да түгін төмен қаратып, сол қызылдың үстіне қоямын. Шетімен шетін, бас жағымен бас жағын бірдей етіп қойып, екеуіне бір тігіс түсіретін боламын. Менікі екеуіне бір тігіс түсіремін. Түктерінің бәрін төмен қаратып қоямыз. Бұл ленталардың ені 2,5 сантиметр. Ұмытып кетпеңіздер. Менің шешен құрақ көрпешеме білесіздер, ортасының бәріне тырнақ шаурақтың айналасына, ою құрақтың айналасына бәріне пагон қойылатын білесіздер. Және ортасында шаршы 7,5 шаршы бар. Ол осы пагондардың бас жақтарына тігіледі. Оны да сіздерге көрсеткен болатымын. Міне қазір мұғалықты ең оңай түрі осы екен. Кішкене алдынан тартып көмектесіп жіберейін. Негізі табандыққа, бұрын табандыққа тікпейтін мен. Астарына флизелин жапсырып, бірін-біріне ленталарды жапсырып тігіп кете беретін. Дегенмен де мынау сияқты табандық қойсаңыздар, ол мұғалықты, мықты және сөгілмейді. Кем дегенде 20-30 жыл қызмет етеді. Бұны енді өздеріңізге тіксеңіздер де мұғалықты болады. Сатуға да мұғалықты болады. Осындай табандық қойғанды жөн көрдім. Бұрындар табандықсыз тігіп жүретінмін. Олай да тігуге болады, бірақ енді мына өте мұғалықты мықты болады екен. Бір метрді 15 сантиметрден бөлгендеріңізде 1 метрден 6 данасы шығады екен. Сол бойынша есептеп керек пагон құрақтарыңызды тігіп ала бересіздер. Есептеп. Енді өткенде де айттым ғой, барлық жерде есеп болу керек.
ендігі кезекте лентаны партерный атлас атлас сары партерный атласты тігеміз ортасына. Мінекей оның да басын бірге қоямын. Көктің екеуінің тігісін бірге түсірем тағы да. Басын бекітіп алдым. Атластың бір шетімен көк лентаның бір шетін екеуін бір тігіспен тігіп шығамыз. Бұл атласта түгі жоқ, сондықтан бұған қарамаймыз. Түгі бар кезде ғана қараймыз түгіне. Бұлардың не үшін түктеріне қараймыз? Себебі түгі бар матаның, білесіздер, түсі құбылып тұрады. Жоғары қаратсаңыз түгін басқаша түс береді, төмен қаратсаңыз басқаша түс береді ғой. Сол үшін бұны қадағалап түктеріне қарайтын себебіміз сол. Кішкене тартып көмектесіп жіберейін қазір. Әрі түзу шығады екен, әрі мұғалықты мықты болады екен. Аяқ жағын бекіттім. Енді бұрып аламыз. Енді лентаның сары атластың арғы шетіндегі тігіспен көк лентаны бірге тігеміз. Басын бекітіп алдым. Бұл жерде уақытты да үнемдейміз. 2 лентаға бір тігісті табандыққа қосып тігіп отырмыз. Әрі мұғалықты болады.
барлық ленталарды мен енін 2,5 сантиметр, ұзындығын 1 метрден дайындап алған болатынмын. Ол ленталардың бәрінің астында флизелин жапсырулы бар. Жапсырып қойдым. Енді мінекей қазір қараңыздар. Көк лентаның шетіне қызылды қосып тігеміз. Ар жағындағы ленталардың түгіне қарайсыздар. Сөйтіп мынау атлас лентасынан кейінгі тігілген екі көк пен қызыл лентаның түгін сол арғы екеуіне қарап, сонымен бірдей қылып тігетін боласыздар. Машинканың тігісін 2-ден асырмаңыздар. Бұндай погон құрақ тіккен кезде тігістің жиірек болғаны дұрыс болады. Бас аяғын бекітіп аламыз. Енді мінекей қазір қызылдың шетін астындағы табандыққа тігіп шығамыз. Міне осымен болдық. Құрақтың әр бөлшегін тіккен кезде, құрақ көрпешенің әр бөлшегін тіккен кезде, соны мұғалықты мықты етіп, бас аяғын бекітіп, тігісін жиірек алып тігуді ұмытпаймыз. Себебі құрақтың өмірінің ұзақтығы соған байланысты. Соны ұмытып кетпеңіздер. Және де тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ойларыңыз қандай? Сіздердің ойларыңыз маған маңызды. Және екінші шетінде табандыққа тігіп шығамыз. Бұны сонда 1 метрді біз 15 сантиметрден қырқып аламыз. Себебі біздің тырнақша құрағымыздың да көлемі 15-те 15 және ою құрағымыздың да
көлемі 15-те 15. Бұны да 15-те 15 кесіп аламыз. Бір шешен құрақ көрпешеге осындай пагон құрақтың 96-сы керек екен. Соны есептей беріңіздер өздеріңіз. 1 метрден 6 шығады екен. Мінекей бәрін болдық. Енді кесуге дайындаймыз.